Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермені. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге бүгін тәуелсіз Қазақстанның құрылуы туралы мәліметтер ұсынылатын боламын. 1991 жылдың 1 желтоқсанында Қазақстан Республикасында алғаш рет Қазақстан президентінің сайлауы өткізілді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықтың 98,78% дауысын жинап, Қазақстан президенті болып сайланды. Оның вице-министрі ретінде Ерік Мағзұмұлы Асанбаев тағайындалды. Ерік Асанбаев Қазақстанның тұңғыш және соңғы вице-президенті еді. 1991 жылы 17 наурызда өткен референдумда халықтың 94%-ы одақты сақтау қажеттігіне дауыс берген болатын. Өйткені ол жердегі дауыс беруге жарамды тұлғалардың көбі кеңес үкіметінде тәрбиеленіп, олардың санасын қабылдағаннан кейін бірден басқа өзгерісті жеке тәуелсіз ел болып шығып кету туралы түсінік әлі қалыптаспаған еді. 1991 жылдың 10 желтоқсанында президент инаугурациясы болып, халық алдында ант берді. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының атауы Қазақстан Республикасы болып өзгертілсін деген хаттамаға қол қойылды. 1991 жылдың 10 желтоқсанында Қазақстан Республикасы дүниеге келді. 1991 жылы 8 желтоқсанда Минскте Беловеж келісімі өткізілді. Бұл жерде Белоруссияның, Ресейдің, Украинаның 3 славян мемлекетінің басшылары кездесті. Олар тәуелсіз мемлекеттер одағын құру туралы келісімге келу мәселесін қарады. Сонымен бірге 1922 жылы қалыптасқан Кеңес социалистік республикалар одағын құру туралы келісім шартты жою мәселесі шешілді. 1991 жылы 13 желтоқсанда Орта Азия мемлекеттері мен Қазақстанның басшылары Ашхабадта келісімге келді. Ол жердегі көтерілген негізгі мәселе Беловеж кездесуіндегі қабылданған шешімді қолдау қаралды. Алматыда енді келесі кездесуді жоспарлап, Ашхабад келісімі осылай аяқталған болатын. Бұл кездесудің жалғасы ретінде 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматы қаласында Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Ресей Федерациясы, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайжан, Армения деген 11 мемлекеттің басшылары келіп, тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы келісімді қабылдады. Грузия мемлекетінің басшысы ол жерде бақылаушы есебінде қатысты. Бұл кездесуге Кеңес социалистік республикалар одағының бұрынғы басшысы Михаил Горбачев шақырылған жоқ. Яғни оның қатысуынсыз жүргізілген бұл кездесуде Кеңес социалистік республикалар одағы іс жүзінде өмір сүруін тоқтатқаны туралы айтып, тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Ядролық қаруы бар мемлекеттер тәуелсіз мемлекеттер достастығына енетін барлық республикалардың ұжымдық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге келісті. Яғни ТМД-ның құрылғандығы туралы хаттамаға 1991 жылдың 21 желтоқсанында Алматы қаласында қол қойылды. Бұл жердің ең үлкен айта кететін басты назар аударатын сөзі хаттамалық шартта одақ деген сөзді достастық сөзіне ауыстырды. Яғни Кеңес одағының құрамындағы бұрынғы мемлекеттер енді тәуелсіз мемлекеттердің достастығы деп алмастырылды. Сонымен 1922 жылы 30 желтоқсан мен 1991 жылдың 26 желтоқсанның аралығында өмір сүрген Кеңес социалистік республикалар одағы өмір сүруін тоқтатты. 1991 жылдың 25 желтоқсан Михаил Горбачев КСРО президенті деген қызметтен босатылды. Сонымен бірге
Бағанағы кездескен үш славян мемлекетінің басшылары Белоруссия, Ресей, Украинаның кеңес одағын ыдырату туралы және оны президентінен босатып КСРО-ның өмір сүруін тоқтатқандығы туралы оқиғалар карикатура ретінде газеттерге жариялана бастады. Сонымен бірге 1991 жылы 26 желтоқсанда Кеңес социалистік республикалар одағының өмір сүруін тоқтатқандығы туралы декларация жарияланды. 1991 жылы желтоқсанға дейінгі Кеңес социалистік республикалар одағының мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. Осы уақыт аралығында Солженициннің «Біз Ресейді қалай көркейтеміз» деген мақаласы жарияланып, саяси ахуалды шиеленістіре түсті. Яғни халықтың бір бөлігі тәуелсіздікке ұмтылса, екінші бөлігі одақтықты сақтап қалу деген идеяны мақұлдаған болатын. Яғни ол өзіне лайықты жазасын алды, өйткені оның мақаласында Қазақстанның солтүстік облыстары Ресейге қосылсын деген идея көтерілген болатын. Сонымен бірге Қазақстанда орыс автономиясын құру идеясын да ұсынды. Сол үшінде Солженицин Қазақстан тарихында біздің тәуелсіздігімізге қарсы шыққан тұлға ретінде бағаланады. 1991 жылы 16 желтоқсанда республиканың жоғарғы кеңесінің 7-ші сессиясында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Ол жерде Қазақстан Республикасы тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет деп сипатталды. Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатты өз бетінше жүргізетіні, барлық халықаралық құқықтық ұстанымдармен қарым-қатынасты орнықтыра алатынын, оның шекарасының біртұтас бөлінбейтінін және қол тигізуге жатпайтындығы туралы осы тек заңнамада айтылды. Сонымен бірге 16 желтоқсан тәуелсіздік күні деп жарияланды. Өйткені осы уақытқа дейін отаршылдық тарихында 400-ге жуық көтерілістер жасаған қазақ халқы өз егемендігін жариялады. Ел азаматтары тең құқылы деп көрсетіліп, егемендіктің иесі мемлекеттің қайнар көзі халық деп бекітілді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін ең бірінші мойындаған ол Түркия мемлекеті. Тәуелсіз Қазақстанның дипломатиясы тарихында алғашқы сенім грамотасын тапсырған Түркияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Арғын Өспай болды. Сонымен бірге Түркиядан кейін алғашқы ресми телеграф құттықтауын жіберген Америка құрама штаттары. 1991 жылдың соңына дейін Қазақстанның тәуелсіздігін әлемнің 18 елі танып, 1992 жылдың ортасына қарай 30-дан астам ел мойындаған болатын. 92 жылы Қазақстан өзінің тәуелсіз символикасы рәміздерін жарыққа шығарды. 1992 жылдың 4 маусымы Қазақстан Республикасының рәміздер күні болады. Бұл байқауға келіп түскен 453 тудың эскизі мен 142 мәтіндік сипаттама ішінен осы көк байрағымызға таңдау түсіріліп, елтаңбаның ішінен қазіргі күндегі елтаңбамыз бекітіліп алынды. 1999 жылдың басында 150 мемлекет танып, 106 елмен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатылып, 92 жылдың соңында 70 мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатылған болатын. Енді келесі видеомызда сіздерге тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық саяси дамуы мен ұлтаралық ұйымдары туралы айта кететін боламыз. Қазақстан Республикасының рәміздерінің авторлары: елтаңба авторы Жұмабек Мәлібеков, Шот Аман Уәлиханов. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков. 1992 жылы 11 желтоқсанда алғашқы мемлекеттік әнұран бекітілді. Ол әнұранның
мәтінін жазғандар Әлембаев, Мырзалиев, Молдағалиев, Дәрібаевалар еді. Әуенін жазған Төлебаев, Брусиловский, Хамидилар болды. 2006 жылы қазіргі біздің айтып жүрген жаңа үлгідегі әнұранның нұсқасы қабылданды. Қазіргі біздің әнұранымыздың мәтінін жазған Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев.